Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз бүгінгі сабақта қалалар ойыны жобалық жұмысын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге жобаға қажетті фон және қажетті спрайттарды дайындап аламыз. Бірінші фонымызды дайындау үшін фонды жүктейміз. Бізге сыныптың фоны керек. Және спрайттар бөлімінен бізде екі спрайтты жүктейміз. Мұғалім және оқушы. Мұғалімнің және оқушының өлшемдерін реттеп аламыз. Осылай размерлерін, өлшемдерін реттеп алғаннан кейін жоба скриптісін жазуға бізге А және В айнымалыларын енгіземіз. Ол үшін айнымалылар бөліміне барып, айнымалы жасау, А айнымалысын және В айнымалысын жасап аламыз. Қазір мұғалім мен оқушы арасында диалог жүретіндіктен біз жауап деген айнымалында жасап аламыз бірден. Жауап. Сонда бізде үш айнымалы пайда болды: жауап, А және В айнымалылары. Келесі енді бұл жерде мұғалімнің сөзін және оқушының сөзін айтатын жауаптарын, сөздерін жазу үшін бізге тізім құру керек болады. Ол үшін тізім жасау бөліміне барып, біз қалалар және оқушының жауабы деген екі тізім құрамыз. Қалалар және келесі тізіміміз оқушының жауабы. Жауабы. Бізде тізім дайын. Енді біз тізімдерімізді толықтыруымыз керек. Өзіміздің Қазақстанның қалаларын жазып шығамыз. Алматы, Астана, Шымкент, Ақтөбе, Тараз, Түркістан, келесі оқушының жауабына қалаларды жазамыз. Бізде бұл жерде оқушы жауаптан қателесуі мүмкін. Сондықтан біз арасында Қазақстаннан емес, басқа қалалардың, басқа елдердің қалаларын да жазуымызға болады. Мысалы, Минск. Мәскеу. Мәскеу. Ақтөбе. Ташкент. Осылай 6 қаладан жазып шықтық. Енді бізге тізімдер бізде сахнада әзірге көрінбей тұру үшін біз айнымалылар бөліміндегі тізімдерден белгілерді ала тұрамыз. Енді бізге мұғалімнің скриптісін жасау керек. Спрайттар бөлімінде мұғалімді ерекшелеп, екпінді қылып, біз мұғалімнің скриптісін жасаймыз. Жалаушамызды шығарып, келесі бізде циклымыз 5 рет қайталау керек. Яғни мұғалім 5 рет сұрайды. 5 рет қайталатын циклдың ішінде мұғалім оқушыдан сұрап тұрады: 2 секунд бойы Қазақстанның қаласын ата.
Біз осы кезде оқушының жауабын күту керекпіз. Ол кезде біз оқушының жауабын таратып күту деген оқиғалар блогындағы блокты аламыз. Жаңа хабарламаға біз оқушы деп жазамыз. Оқушы. Келесі біз А айнымалысын нөлге орнатамыз. А айнымалысын нөлге орнатамыз. Одан кейін тағы да циклды қалалар ұзындығына байланысты орнатамыз. Яғни басқаруға барып, рет қайталауды әкеліп, осы жерде неше рет дегенде біз қанша қаламыз болса, сонша ұзындықты таңдаймыз. Тізімдер бөлімінен қалалар ұзындығы дегенді аламыз. Қалалар ұзындығы. Осы қалалар ұзындығының циклінің ішіне біз А айнымалысын бірге өзгертеміз. А айнымалысын бірге өзгертіп отырамыз. Енді біз шарт құрамыз. Егер, яғни жауап берген жағдайда, егер операторлар бөліміне барып, теңдік белгісін алып, біздің жауабымыз, оқушының жауабы қалалардың тізімінің ішінде болса, қалалар тізімінің ішінде болса, яғни бізде қалалар тізімі деп отырған бізде А айнымалысы. Сондықтан А айнымалысын әкеліп, мұнда қоямыз. Болса, онда біз Б айнымалысын бірге орнатуымыз керек. Онда біз Б айнымалысын бірге орнатуымыз керек. Б айнымалысын бірге орнаттық. Енді егер В айнымалысымен 1 тең болса, деген шарт құрамыз. В айнымалысын әкелеміз. 1-ге тең болса, яғни біз В айнымалысын жаңа 1-ге өзгерттік қой, жауабымыз дұрыс болған кезде. Онда біз 1 секунд күтіп, мұғалім жарайсың деп айту керек. Жарайсың деп айту керек. Әйтпесе, мына шарт орындалмаған жағдайда, онда 1 секунд күтіп, қателестің деп айту керек. Қателестің деп айту керек. Біз мұғалімнің скриптісін болдық, енді біз оқушының скриптісін салайық. Оқушының жауабын оқушы жауабына күтеміз, яғни мана біз оқушыны таратып күту дедік қой, сол жердегі жауапты біз өзімізге аламыз енді. Маған оқушы келгенде деген блокты алып, біз В айнымалысын ең бірінші мәнін 0-ге орнатамыз. Одан кейін тағы да орнатуды алып, біз жауабымыздың шартын қоямыз. Оқушының жауабы деген мына жердегі мынаны алып қоямыз. Осы жерде біз оқушының жауабын таңдаймыз. Ал оқушының жауабы, яғни бізде 6 қала жаздық, біз тізімде. Демек, біз кездейсоқ 1 мен 7-нің аралығындағы санды таңдаса деп шарт қояйық.
Осы кезде біздің жауабымызды экранда айтылу керек. Жауабымыз айнымалылардан жауапты әкеліп қоямыз. Одан кейін мұғалім келесі сұрақты, яғни келесі қаланы сұрау керек. Таратып күту. Біз жаңа хабарламаға мұғалімді жазамыз. Жақсы. Бұл жерде бізге 1 мен 7 аралығындағы, яғни 1 мен 6 аралығындағы кездейсоқ сандарды береді. Мына шарт. Бұл жердегі бізде мұғалімнің скриптісіндегі мына бөлім, осы скрипті бізде 1 мен 6 аралығындағы кездейсоқ сандарды қарап отырады. Егер жауап сәйкес келсе, онда в айнымалысын 1-ге өзгертіп отыру керек. 1-ге орнатып отыру керек. Енді олай болса, скрипті жобамызды қарайық. Қазақстанның қаласын ата: Алматы, жарайсың. Астана, жарайсың. Ташкент, қателестің. Осылай біздің скриптіміз дайын болады.